Қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз сіздермен панкейки с шоколаде жасайтын боламыз. Менімен соңына дейін болыңыздар. Панкейки өте керемет болып шығады. Жұмсақ әрі пышный болып, іші де әдемі болып пісетін болады. Мына жерде көрсетіп жатырмын. Өте әдемі болып пісті. Бір отырғаннан уже балдарым жеп қойды. Өте керемет болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бірінші жылы айранымызға жарты шай қасық ас содасын салып араластырып қойып қоямыз. 2 жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап венчиктейміз. Жұмыртқамыз ерігенше жақсылап венчиктейтін боламыз. Мінекей жұмыртқамыз еріді. Енді бұған жаңағы айранымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Сосын 2 аз қасық сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала еліктеп өткізілген ұнымызды 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Жақсылап түйіршіктері қалмайтындай етіп өткізіп аламыз. Енді жарты шай қасық қопсытқышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын панкейки жасауға. Енді орташа отта табамызды қыздырып аламыз. Табамызға еш нәрсе жақпаймыз. Мінекей панкейкаларымызды жаймендеп салып жатырмын. Мен ортасына вареная сгущенка салдым. Әдемілеп оның бетіне 1 қасық қамырымызды саламыз. Сол кезде әдемі болып шығады. Кішкентай шөмішпен 1 шөміштей қамыр салып аламыз. Әдемілеп. Және де жарты шай қасық вареная сгущенкамызды және 1 аз қасық қамырымызды салып аламыз. Беті түйіршіктелге бастағанда келесі бетіне аударып аламыз. Осылай барлық панкейкиларымызды пісіретін боламыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Әлі де өте көп рецептер салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей салып, әдемілеп 1 шөміштей қамыр салып, жарты шай қасық вареная сгущенка, 1 аз қасық қамырдан бетін жауып, сосын сковородкамыздың бетін, тавамыздың бетін ләж болса жауып қояйық. Сол кезде іштері өте әдемі болып пісетін болады. Немесе іштері онша піспей қалады. Мен де мына жерде видеоға түспей қалыпты. Мен бетін жауып пісіргендерім. Бірақ бетін жауып пісіру керек. Өйткені іші жақсы пісу үшін бетін жауамыз. Солай барлығын бірінен кейін бірін пісіріп ала беретін боламыз. Өте әдемі, өте дәмді панкейкиларымыз.
Мінекей достар, біздер панкейкиларымызды пісіріп болып қалдық почти. Ең соңғысы мінекей әдемі болып, өте аппетитный болып пісті панкейкиларымыз. Жасап көріңіздер, қыздар. Өте әдемі, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Балаларыңыз күнде сұрайтын болады. Осы тұрғанда менде уже панкейкиларымды бір отырғанда балаларым жеп қойды. Мінекей іші өте сочный болып, әдемі болып шықты. Тағы біреуін кесіп көрсетейін. Ол да ішінің барлық жері піскен. Вареный сгущенкасы да әдемі, дәмі келісіп тұр. Мінекей қазір жеп көріп көрсететін боламын. Өте дәмді, өте жұмсақ. Таңертең сүтпенен ішсеңіздер вообще керемет. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет, қыздар. Келесі видеоларда жолыққанша маған подписация етіп, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, жасап көріңіздер.